بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, бүгінгі қасиетті Сайюдул Айям болған жұма күніне баршаларыңыз қош келдіңіздер. Алла Субхана тағала осы қасиетті жұмаға басып келген әрбір қадамдарыңызға Алла сауаптар жасын. Бір қадамдарыңызбен Алла Субхана тағала күнәларыңызды кешірсін. Алла отбасы шаңырақтарыңызға береке берсін иншалла. Екі жұманың арасындағы Алла Субхана тағала баршаларымыздың біліп білмей жасаған күнә қателіктеріміз Алла өзі кешірген болсын иншалла. Жалпы еліміз тәуелсіз болғаннан кейін Аллаға шүкір. Және де әрқайсымыз бір қызметте істегеннен кейін, бір жұмыс жасағаннан кейін, міне сол елдің немесе сол жұмыс орнының бір жетекшісі, яғни басшысы болады, білесіздер. Міне сол басшыға байланысты бүгінгі жұмамыздың тақырыбы шынайы мұсылманның сипаты, яғни басшыға бағыну жайында айтпақшымыз. Алла Субхана тағала Құран-ы Каримде Ниса сүресінің 59 аятында бұлай деп баяндайды. Астағфиру билла. Я айюхаллазина аману ати'уллаха ва ати'ур расула ва улил амри минкум фа ин таназa'тум фи шай'ин фаруддуху илаллахи вар расули ин кунтум ту'минуна биллахи вал яумил ахири залика хайру ва ахсану ta'вила. Садақаллахул азим. Ей мүміндер дейді. Я юхаллазина. Ей мүміндер. Сендер Аллаға бойысыныңдар дейді. Пайғамбарға бойысыныңдар. Әрі өздерінен болған әмір иелеріне де деп. Егер бір нәрсе үстінде талас тартысқа қалсандар дейді, Аллаға және пайғамбарға жүгініңдер. Егер сендер Аллаға ақырет күніне сенетін болсандар, осылай істеу әрі қайырлы, әрі жақсы нәтижелі болмақ деп Аллах Субхана тағала Құранда баяндап отыр. Бұл аятта ел билеген, яғни ел билігі тізгінін ұстаған тұлғаларға бойысыну туралы Аллах Субхана тағала осы Алланың үкімін айтып жатыр. Яғни аяттың арабша нұсқасындағы жаңа улул әмір, яғни әмір иелері деген сөз кімді айтуда? Деген осы сауалға, сұраққа саңлақ сахабалар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көзін көрген сахабалар, және де табиғиндер сахабаларды көрген. Міне Абу Хурайра радиаллаху анху, Ибн Аббас радиаллаху анху, Зайд ибн Аслам, Ас-Судди және Мұқаттил билік басындағылар деп жауап берген. Ол билік басындағылар деп. Яғни басшы. Ибн Аббас радиаллаху анху мұсылман ғұламалар деп айтқан екен. Жаңа улул амр дейміз ғой, улул амр деген. Бұл пікірді Ибн Абу Талха
Жабир ибн Абдулла, Ал-Хасан Ал-Басри, Абу Ал-Ғалли, Мужахид, Ан-Нахаи және Ад-Даххақ радиаллаху анху қолдаған. Яғни мұсылман ғұламалар дегенді. Демек, біз осы аят ел басқаратын басшы, үкім шығаратын және пәтуа, діни пәтуа айтуға тағайындалған тұлғаларды не істейміз? Айтамыз. Абу Хурайра радиаллаху анху жеткізген мына бір хадис шәрифте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ан Аби Хурайра қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمر فقد عصاني وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. Yani бұл хадис сахихайн дейді. Сахих хадис екі имамнан жеткен, риуаят етілген. Бухари мен Муслимнен. Яғни Абу Хурайра радиаллаху анху осы хадисті жеткізіп жатыр, сахих хадисті. Кім дейді? Маған бойысынса дейді, ол Аллаға бойысыныпты дейді. Кім маған бойысынбаса дейді, ол Аллаға бойысынбапты дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр. Кім басшыға бағынса, ол маған бағынғаны дейді. Ал кім басшыға бағынбаса, ол маған бағынбағаны дейді. Бұл, яғни халықтың өз басшысына бойысыну қажеттігін несейтін дәлелдейтін хадис. Шынында біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бойысынған болсақ, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның айтқан хадистерін амал қылып, соны орындайтын болсақ, иншалла біз Аллаға бойысынған болып есептелінеді екенбіз. Енді Аллаға, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бойысынбасақ, айтқандарын орындамай, немесе жаңағындай қарсы келетін болсақ, Алла сақтасын, Аллаға бойысынбағандығымыз, Аллаға қарсы келгендігіміз болып есептелінеді екен. Енді біз өзіміздің арамыздағы басшыға, мысалы ел басына, немесе өзіміздің жұмыс орнымыздағы бастығымызға, директорымызға мысалы бағынсақ, міне басшыға бағынса, ол не дейді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бағынғаны дейді. Сонымен тең дейді. Ал басшыға Алла сақтасын қарсы келіп, теріс амал, пиғыл қылатын болсақ, Алла сақтасын Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бағынбай қарсы келгеніміз болып есептелінеді екен. Міне басшыға бағыну деген. Бұл жерде біз аяттан жаңағы Аллаға бойысыныңдар, Пайғамбарға бойысыңдар деп алғашқысында айтқандай, міне біз басшыға бағынудың не парыз екенін байқап отырмыз. Өйткені Құранда Алла субхана тағала осыны не істеп жатыр? Баяндап жатыр. Әрі өздерінен болған әмір иелеріне дейді. Сондықтан біздің 5 уақыт намаз қалай парыз, ораза қалай парыз, міне басшыға бағыну да не екен? Парыз екен, құрметті жақсылар, құрметті жамағат. Енді осы хадистің шархы бойынша Ибн Хаджар Ал-Асқалани рахметулла алей имам Бухаридің хадис жинағы бойынша жазған шархы Фатхул Бари дейді. Осы атты кітабында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл сөздерді басқаруға немесе билік атқаруға тағайындалған адамдарға бойысыну үшін және оларға қарсы келмеу үшін айтты дейді. Әйтпесе дейді, мұсылмандардың арасында келіспеушілік, түсініспеушілік пайда болар еді деп көрсеткен. Арасында біз қарап отырсақ,
билікке немесе біздің жаңағы елімізді, өзімізді арамызда басқаруға бір әмір, басшы тағайындалмаса, расында да бір фитна болады, мұсылмандардың арасында немесе қарапайым халықтың арасында бір келіспеушілік, сондай бір түсініспеушіліктер басталады. Сондықтан міне басшының керектігі не? Осы үшін екен. Яғни ынтымақта болу үшін, және де бір-бірімен адамдар, пенделер, соның ішінде мұсылмандар тату болу үшін екен. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам көзін көрген мұсылман үмметінің үлгі тұтар тұлғалары, жаңағы сахабалар айтылып отқан, ел тізгінін ұстаған басшыларға сөзге келмей, қайсысы болмасын, араларынан бір басшы тағайындалма, не істейтін болған? Соған бойұсынатын болған. Билікке бойұсыну ісіне аса мұқият болған. Сондай тақуа болған. Әсіресе ел ішінде бүлік шыға қалса дейді, елді бірлікке шақырып, ымыраға шақырып, ел басшысы халифаға не? Қолдау көрсететін болған. Басшыға бойұсынып, бір жағадан бас, бір жеңнен не? Қол шығаратын болған қысқасы. Осы білгеннің ауызбірліктің арқасында ғасырлар бойы билеп келген жаңа алпауыт мемлекеттер бар ғой, Византия дейміз, және Парсы империясы дейміз. Міне соларды осы бірліктің, осы араларынан басшы тағайындалып, міне соған бойұсынып, соған жаңағындай айтқанын орындаудың арқасында не істеді? Сол алпауыт, керемет деген, мен деген жаңағындай империяларды, Византия, жаңағындай Парсы империяларын не істеді? Тізе бүктірді Алланың қалауымен. Басып алды. Олардың санына біздің санымыз жетпесе де, сәйкес келмесе де, бірақ бірліктің арқасында. Міне, сондай бір жұмыла көтерген, қазақта бір жақсы сөз бар, білесіздер, жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді, иә? Міне сол сияқты осындай бір заттарды жұмыла көтеріп, осындай шайқас кезінде бір басшыға бағынғанның арқасында не істеді? Жеңіске жетті. Сол жаңағы керемет деген империяларға тізе бүктірді Алланың қалауымен. Осы ғылым мен өнерді дамытып, дүниелік саланың бәрінде жетекшілік жасады. Бұл ненің нәтижесі, білесіздер? Бұл басшыға бағынып, жаңа жұмыла жұдырық болғанның нәтижесі деп айтып өттік. Енді Сахил ибн Абдулла ат-Тустари адамдар дейді, басшысы мен ғалымдарын сыйласа жақсылықта болады дейді. Егер басшысы мен ғалымдарын құрметтесе дейді, Алла олардың дүниелік тіршілігі мен ақыреттік өмірін түзек қояды екен. Ал егер дейді оларды елемесе, менсінбесе, қарсы шықса, онда олар өздерінің бұл дүниесімен дейді, о дүниесін құртқаны дейді. Міне бұл имам Құртубидің тәпсірінде келеді. Демек адамдардың дүниелік және ақыреттік амалдар тек басшыға бойұсынумен ғана оңынан келеді екен. Сондықтан құрметті жақсылар, құрметті жамағат, біздердің араларымызда әрқайсымыздың, мысалы осында отырған әрқайсымыздың басшыларымыз бар. Мысалы ел басқарып отқан ел басымыз бар, басшымыз. Немесе жаңа айтылып отқан жұмыс орындағы басшымыз бар. Міне соған бойұсынып, итағат қылу, бұл жаңа айтылып өткендей басында парызымыз екен. Бұған жеңіл, сондай сауатсыз қарамауымыз керек екен. Енді жалпы басшыға бойұсыну ол дініміз исламның талабы. Мұсылманшылық міндетіміз. Өйткені Аннас ибн Малик пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның былай айтқанын баяндайды, жеткізеді. Тыңдандар дейді, бойұсыныңдар дейді. Тіпті егер
сендердің үстерінен басы мейіздей болған хабашилік құл билік жасаса да дейді. Бұл Бұхаридан жеткен хадисте. Расында біздер не істеуіміз керек? Тыңдауымыз керек, бойұсынуымыз керек. Біздердің үстімізден бір құл немесе бір әлсіз пенде басшылық қылатын болса, біз оған бағынуымыз керек. Өйткені ол басшыны әуелі біз емес, әуелі Алла Тағала сайлайды екен. Соны лайықты қылып қояды екен. Кейін адамдардың арасынан біздер өзімізге, жүрегімізге жақын адамды не істейді екенбіз? Таңдап сайлайды екенбіз, Аллаға шүкір. Міне кім болса да біздер Алланың қалауымен не істеуіміз керек? Міне осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтылып атқан хадисіндегі сөздерге амал жасауымыз керек. Иншалла. Енді қоғамды басқарушы әміршіге әрбір мұсылманның бағынуын, оның әмірін тыңдауын талап ету ислам дінінің басты несі айтып өттік және ерекшелігі. Жоғарыдағы аятта, хадисте осыны нұсқап отыр, жаңағын айтып отыр. 4-ші халифа Али радиаллаху анху ел билеген кезінде, білесіздер, хавариж деген бір дүмбұзар топ пайда болды. Хавариждер деген. Мұсылмандардың ауызбіршілігін бұзу олардың мақсаты. Ел ішінде іріткі салу олардың басты әрекеттері еді дейді. Астыртын түрлі айлалар жасап, тіпті дейді, Алла сақтасын, Құран аяттарын бұрмалап, өздерінің арам пиғылдарына пайдалануға тырысқан. Ондай теріс пиғылдылар, білесіздер, қазіргі заманда да жоқ емес, өкінішке орай. Ондай жандар сахабалардың заманында да болған. Сондай теріс пиғылдылар. Өкініштісі, дінді білмейтін кей жандар ел үшін бұзғысы келетіндердің жаңағы алдамшы сөздеріне ілесіп не істейді? Адам пенде өзі кете береді. Біреу, мысалы бір топ шығып, ой, бұлардың айтып атқаны, имамдардың айтып атқаны дұрыс емес, бидғат, қате, астағфирулла. Сондай деп жатса, кейде біз пендешілікпен, көпшілік айтып атыр ғой, дұрыс айтып атыр бұлар деп кейде елесіп кетіп атамыз. Немесе Алла сақтасын, бір елбасының бір кемшілігін көріп басақ, немесе бір басшымыздың, директорымыздың бір кемшілігін көріп басақ, ол кісі сондай деп Алла сақтасын сырттан ғайбат қылып атамыз. Соны бір топ айтып жүр ғой деп. Бірақ оның ақ қарасына біз жетіп көрген жоқпыз. Соның шынайы, шыншылы қайсы екенін біз көрген жоқпыз, бірақ соны не істейміз? Пендешілікпен көпшіліктің айтқанына басымызды изеп, дұрыс айтып атыр бұлар деп жүре береміз, Алла сақтасын. Сондықтан біз мұсылман болғаннан кейін, біз Аллаға шүкір көзіміз ашық қазір. Көкірегіміз ояу. Құдайға шүкір жан-жағымызда техника, барша заттар дамып жатыр. Міне сондықтан біздер нағыз соның түбіне жетіп, соның шын екенін біліп, қана біздер оны басқаға жария қылмастан ішімізден сабыр қылуымыз керек екен, иншалла. Мұндай жолдан дейді сақтану үшін дінді білесіздер екінің бірінен не істеу керек? Үйреніп кете беруге болмайды. Сондықтан әрбір ілім жолына ниет еткен жан діни білімді арнайы білесіздер тағайындалған мешіт имамдары бар, ұстаздары бар, соған жауапты адамдардан үйренсе адасудан аулақ боламыз. Жаңағындай теріс пиғылды адамдардан қашық боламыз. Осында мысалы Алланың қалауымен жаңадан келіп атқан бауырларымыз бар, Аллаға шүкір. Жұмаға келіп бастап атқан бауырларымыз бар. Немесе құфтанға, таңға келіп бастап жатқан ағайын бауыр туғандарымыз бар мысалы. Міне бұлардың ниеттері, мақсаттары бірақ ниет. Ар жағында бір нәрсені үйренсем, ілім алсам,
деген бір жақсы сондай ниетпен келеді. Міне осы ниетпен келген адамдар, осында келген басқа бір жат ағымдар, немесе бір жаңағындай теріс пиғылды дейміз, бір мұсылман бауырларымыздан мешіттің имамы емес, ұстаз емес, басқа бір қайдағы жоқ біреуден үйреніп кетіп атқаны да бар. Біреулер әмин деп айқайласа, қоса ілігіп олармен айқайлап ататындар бар. Біздің мешітте айтылып жатамыз, имамға бағыну керек. Имам ол әмір, имам ол басшы мешітте болғаннан кейін. Осында тұрған барша 5000 халыққа ертең Алланың алдында біз жауап береміз. Алланың алдында біз жауап береміз. Әр қайсыларыңыздың дәрет намаздарыңыз үшін. Біз жақсы ниет етеміз. Ниет еттім Алла разылығы үшін 2 бас немесе 2 ракат осы жұма намазын өтемекке. Ұйыдым осы имамға, Аллаху акбар. Қараңыздар, ұйыдым осы имамға. Баршаңыз айтасыздар ғой оны. Ұйыдым осы имамға деп баршамыз айтамыз. Ал енді имам не істеп тұр, соны неге орындамасқа? Имам Фатиха сүресінен кейін «Валад доллин, әмин» деп имам айқайлап тұр ма? Имам айқайлап тұрған жоқ. Кім оны айқайлап атқан? Біздің теріс пиғылды мұсылмандарымыз. Жат ағымда жүрген. Сондықтан, құрметті жамағат, ақ пен қараны ажырата білейік. Абу Хурайра радиаллаху анху өзінің хадисінде не деді? Айтты. Фатиха сүресінен кейін дейді, Фатиха сүресінен кейін имам дейді, әминді айтса, айтыңдар дейді. Айтпаса үндемендер дейді. Яғни іштен имам айтпайды емес, имам әмин деп айтады. Валад доллиннен кейін. Бірақ іштей айтады имам. Біздің Абу Ханифа мазхабында жалпы Орта Азия, Өзбекстан, Қырғызстан, Қытай, Түркия, барша мемлекеттерде Орта Азияда біз Абу Ханифа мазхабын ұстанамыз, білесіздер. Міне Абу Ханифа мазхабын ұстанғаннан кейін біздер сол басшымыз Абу Ханифа, әуелі Алла, одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, одан кейін Абу Ханифа рахметуллах алейх. Абу Ханифа рахметуллах алейх 7 сахабаны көрген. 7 сахабадан дәріс алған, алдында отырып. Сонда ол кісі ақымақ па сонда? Алла сақтасын. Сонда надан, білімсіз ба сонда? Міне, біздің басшымыз ретінде ұстанамыз. Ұстазымыз, ұлық ұстаз дейміз. Міне, сол кісінің басшыға бойұсынғанымыз. Біз ол кісіге бойұсынып атсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бойұсынғанымыз ол есептелінеді. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бойұсынып атсақ, Аллаға бойұсынғанымыз ол есептелінеді. Құрметті жақсылар, құрметті жамағат. Сондықтан біздер сондай жандардың жолын ұстанғаннан кейін, адамдардың жолын ұстанғаннан кейін, жалпы мынау алдарыңызға шығып атқан, имамдыққа шығып атқан имамның өзі сіздерге басшы. Мешітке келгеннен кейін. Сондықтан, иншалла, мешітке келгеннен кейін бұл жерде итағат қылайық. Бұл жерде құлшылығымызды жөнімен, дұрысымен орындайық, иншалла. Басшыға бағыну парыз дедік қой. Міне сол парызымызды дұрыс орындайық. Күнәһар болмайық. Басшыға бағынбасақ, біз намазды оқымағанмен тең, парызды орындамағанмен тең. Алла сақтасын. Алла тағала баршамызға осы еліміздегі басшыға, ел басына, жалпы өзіміздің жұмыс орындағы басшыларға, әкімге болсын, немесе жаңағы жұмыс орындағы өзіміздің директор басшыларымызға болсын, бағыну керек біз баршамыздың. Міне ол парыз. Соны Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Ва ахиру дa'вана алхамдулиллахи rabbil alamin.